Хей достар, ben Сірем, ал бұл видеороликті бастамас бұрын мен сіздерге топ коммент деген жаңа рубриканы бастайтын боламын. Бұл рубрикада мен сіздерге қалай айтсам болады, маған өзіме ұнаған комменттерді қоятын боламын. Және де дәл алдарыңызда солар пайда болады. Мен бұл комменттерді осы барлық видеороликтардан алды, ал келесі осы комменттер осы видеороликтің астындағы комменттерден алынатын болады. Сондықтан өзіңіздің комментіңізді жазыңыз, мен оны таңдайтын боламын. Кеттік, бастайық видеомызды. Хей достар, ben Сірем. Бүгінгі видеомызда мен сіздермен бірге қазір өзімнің каналымның дамыған және барлық заттарын көретін боламын. Сіздердің комменттеріңізді оқимын, барын реакция көрсетемін. Қалай мен басында ең бірінші сол комменттеріңізді оқыған кезде қандай реакцияда болдым. Және де сіздердің типа кликер деген комменттеріңізге дұрыстап жауап беретін боламын. Сондықтан бастайық. Менің ең бірінші подписчигім ол Нұрбол Геймер деген адам болған. И ол менің сыныптасым, егер білмесеңіздер, типа солай. Оның бірінші сөзі QQ, типа ол амандасу, задроттарды түсінеді ойыннан. Екінші коммент бұл типа де видео. Білмеймін, де видео. Қате жіберді, сол точнее айтпайды. Білмеймін, бір жазып отыр. Короче, мына жерде де видео деп жазылып тұр. Мен оған жауап бермедім. Себебі мен ойладым, күте тұрсын деп. Келесі ол бізде коммент тура сол видеода, бірақ та басқа аккаунтынан жазған. Де видео. Қайтадан. Г-ні ұмытып қалды. Білмеймін, енді менің ответім мынандай болды. Бүгін видеоны шығарам дедім, шығардым. Типа мен оған айтқам, мектепте ескертіп қойғам, сенімен болатын видео осы бүгін шығады дегендей. Келесі бұл бір жауап. Білмеймін, қандай жауап, айта қойын. Сипаттай алмаймын, сондықтан өтіп кетейік. И тура осы видеода танымайтын адам такой деп жазған, типа такой деген, нормально дегенде. Келесі коммент, типа, какой текстур пак, даже жаңағы видеороликта. Мен оған жауап бермедім, себебі мен оған жауап бергім келмеді. Именно жерге жазғам. Минус. Знаю, тогда у меня была офисная мышка, типа, менің офисная мышкам ауыр болған, сондықтан мен типа солай істедім. Түсінбейтін адамдар болатын шығар, сондықтан өткізіп жіберіңіздер. Келесі видео ол бізде жеңіс болады, ол жерде мен Skywars-та жеңемін, и мен оны түсіріп алдым. Сол ең алғашқы коммент бізде отличное видео деп тұр. Впрочем, как всегда, рахмет. Келесі бізде жаңағы видео, и ол жерге Нұрбол бізде типа жазған. Норма. Типа такое чувство, я типа. Келесі коммент ол бізде РП. РП деген ол текстур пак, мысалы сіздерде байқағандарыңыздай менің подписчиктерім менде Майнкрафтта бір Майнкрафт басқа көрінеді. Оны өзгертетін текстур пак деп аталады. И менде текстур пак болып арналған. Бұл қызыққан типа не қандай РП деп. Келесі видео ол негізі келесі емес. Оны видеоны мен екінші болып шығарғам. Бұл бізде Боба Клипс жаңағы соған бір Неймар Джуниор деген адам әдемі түсіресің деп жазды. Мен оған рахмет деп айттым. Үлкен рахмет, егер сен осы видеоны көріп отырсаң. И тағы ол мынандай смайликтер жіберген. Келесі бізде ол дуэльде барлық блоктар сындыру мүмкін бе. Ең бірінші комментім менің туысқаным қалдырып кетті. Ол көрді менің видео түсіретінді және де қарады. Ол жазды күшті деп. Үлкен рахмет. Келесі коммент ол жаңағы дуэльде барлық блоктар сындыру мүмкін бе. Ол жерде Нұрбол қайтадан ГГГ деп жазып жіберген. Келесі коммент ол бізде Әшім Мұраттан. Мен оны танымаймын, бірақ та сіздерге айтайын ба айтпайын ба білмеймін, себебі ол мүмкін рұқсат бермейді. Ол жазып қойды вода из лавы. Мен қазір сіздерге түсіндіремін. Мүмкін кейбір солай деп оқыған шығар. Бірақ мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Біздің видеомыз басталды. Давайте мен сіздерге ескертіп қояйын, чтобы сіздер қарап отыру үшін. Так, біздің видеомыз басталды. Нұрбол Әшім Мұратке осы секундта Нұрбол лава қойды деп айтты. Мен қазір тексеріп айтатын боламын, ол қалай олай шықты. И типа қараңыздар, көрдіңіздер ма? Қазір көрсетемін. Мен мына жерде бергеш деп айттым. И мен лаваны қоймадым, просто ұрдым лаваны. Типа солай. Қараңыздар, типа Нұрбол қараңыздар, ол секіріп жерде, көрдіңіздер ма? Мен мына жерде лава шыққан жоқ, ол Нұрбол қойды. Ол Нұрбол секірді, астына суды қойды. Егер түсініп отырсаңыздар. Типа солай, И типа бұл жерде мен қоймадым, и мен оған жауап бердім. Оны Нұрбол қойды деп.
бірақ бәрібір дегенмен де мүмкін ол білмей қалған шығар, сондықтан мен оған жауап бердім. Және мен жеке видеолар түсіріп отырмын осы барлық комменттерді оқу. Мүмкін мен бірнеше уақыттан кейін тағы бір түсіретін шығармын. Ол кезде менің ойымша шамалы көбірек подписчиктер болады, көбірек адамдар болады, және олар қызық болады өзін видеода көруге солай. Және ең соңғы біздің комментіміз ол жаңағы Әшім Мұраттан болады. Ол кул деп жазған. Кул егер кім білмесе ағылшыншадан аударған кезде круто дегенді білдіреді. Саған үлкен рахмет, Әшім Мұрат. Осындай комменттарды қалдырып жібергеніңе, өз ойыңды бөлгеніңе рахмет. Осымен достар, мен өзімнің видеоролигімді аяқтайтын боламын. Егер сіздерге осы видеоролик ұнаса, әлде осы видеороликтің астына лайк қойып кетіңіздер. Арнаға жазылыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайслан. Бәріңізге қош сау.